Әрбір адамның жан дүниесінде тамыр жайған арманы бар. Сол асқақ арман адаммен бірге өседі, өркендейді. Арман адамды алысқа жетелейді демекші. Фатиманың да балалық шағынан жүрегінің түкпіріне ұялаған үлкен бір арманы бар. Ол арман әнші болу. Фатима өнерге ерекше құштар жан. Ол өзінің арманы туралы былай сыр шертеді. Мен әнші болғым келеді. Осы арманыма ерекше әсер еткен жан ол менің анам. Ол кісі дәстүрлі әндерді жақсы шырқайды. Бәлкім жан тартпаса да қан тартады дегендей, әншілік дарыны анамнан дарыған болар. Бала кезімде анаммен бірге республика сарайына концертке бардық. Сол концертте Роза Бағланованың шырқаған әні көңіліме ерекше әсер қалдырды. Сол сәттен бастап менің арманым әнші болу болды. Кім біледі, бәлкім бүгінгі менің арманым ертеңгі болашағым болар. Бүгінгі қиялымдағы ойым ертеңгі еңбекпен тауып жейтін азығым болар. Мен бұл арманымды міндетті түрде орындаймын. Япыр-ай туған жер-ай, теңдесер кім? Бұл жерге сен болмасаң келмес едің. Байлаған кіндігімді қазығама, сен болмасаң болмаңды көрмес едім. Фатима біздің мектепке бірінші сыныпқа қабылданған уақыттан бері вокал үйірмесінің тұрақты қатысушысы. Бірінші сыныпта жаңадан келген оқушыларды тыңдау арқылы олардың арасынан дауысы әуезді, диапазоны кеңдеу оқушы таңдайтын әдетіміз бар. Сондай таңдау барысында Фатимаға көзім түсті. Фатиманың үні ерекше әуезді және қойған талапты өте жақсы орындайтын ынталы оқушы болып шықты. Өте еңбекқор, өзіне талапты биік қояды. Осындай еңбектің арқасында бірінші сыныптан бастап вокал үйірмесінде дайындалып, мектепішілік, аудандық, қалалық, республикалық байқаулардың бір қатар жүлдегері атандық. Халықаралық жарыстарда да бірнеше дүркін қатысып, жоғарғы деңгейлі орындарды иелендік. Фатиманың әнші болу арманы. Осындай талаптылығының, еңбекқорлығының арқасында Фатиманың әнші боламын деген арманын орындап, биік белестерді бағындыратынына кәміл сенемін. Жолғадан мінсіз қара төбеліндей аузың бар, шынаяқтың кемеріндей шашың бар. 12-ден талда көрген базарды, кез 60-ай жібегіндей ақ бетен. Жарқырайдай шымыртқыдай туамын, салбырайдай шыбыртқыдай бұз еден. Сен шығасың керіліп аяқта, бір басуға ерініп аяқ қудай. Көлден ұшқан көтеріліп жігінен қанатыңның Фатиманың өнер әлеміне талпынып, жайған қанаты әрқашан биікке жетелеп, арманының шарықтау шегіне жетуіне шын жүректен тілектеспіз.